Москва. Московское время 8 часов. Тіршіліктің қысымына шыдай алмаған халық ой жол жабалап кеткен кездер. Застенчивым девушкам, жадным и юным, сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром. Звенели всю ночь сладострастные шпоры, мелькали во сне молодые майоры. Долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый поручик. Спокойный рассвет до военного мира, в тревоге уснул городок благочин, мечтая бойцам предоставить квартиры. Стоять! Стой, стой! Кел! Кел! Стоять! Немеле, қарның аш па? Қарның аш болу ештеңе емес. Бірақ мен қадірімнің қашқанынан қорқамын. Тасымен Дәуітұлы тыңдап тұр. Алло. Алло. Тасымен Дәуітұлы тыңдап тұр. Алло. Алло.
Ey oğlum. Ey balam. Ey balam. Бұл өзіміздің Тасемен ғой. Театрда актер болып бастап, кейін директор болып, өнер мекемесін дөңгелетіп әкелді. Бұл маңайда бұл жарықтықты танымайтын адам кемде-кем шығар. Әкесі Дәуіт аузына торғай кіріп кетсе де білмес нағыз жуастың өзі еді. Шайтанкөлде шомылып жатқан бір топ қызды шайтан деп ойлап, ат бауырлап сабап сотталып кете жаздады. Ал баласы осы заманға тартып туған нағыз пысқа екен. Я, солай ма? Дәл солай. Жұмыссыз үйде 2 ай жат. Біздер жан жоқ. Өзге түгіл үйдегі қатын баланың көзіне көрінуге бетімнің ажары қалмаған соң, концерттік мекеме аштым. Тасемени компания. Ендеше Тасемени компаниясының концертіне қош келіпсіздер! Рахмет, ендеше сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін Тасемени компания өнерпаздары қыр салыңыздар!
кешегіден бүгін жақсы айттыңдар. Не? Ұнады ма? Ұнады ма? Ұнады ма? Неге? Қайдағы ұнаған шапалақтамай тұр ғой. Зорға ұнады ма? Зор қалдыңыз ғой шапалағын. Ол ұнаған адам өзі-ақ шапалағын ұрады. Бүйтіп. Негізі жақсы айттыңдар. Жұп деп айтпай-ақ қойыңыз бұлар қазір. Жай, өзі сұрайды тұр. Жұп болсын ба, мен өзі шықпайтын жерден қинамасаңыз, шапалақ шықпайтын жерден қинамайды. Мен бұл қатыспаймын, жарай ма? Мен түреуларыңызға қатысамайын, Басеке. Ренжімеңіз, Басеке, сіз анау көзіңізді ашып қараңыз. Алматыға қараңыз, Астанаға қараңыз. Не болып тұрды? Неше түрлі таланттыларды қараңыз. Өзі қошемет ұрады оларға. Жұп деп айтпаса да өзі сондай таланттылар бар. Ал біз мынау өтіп кетті ау дүние деп бұрынғы әндерді, бір жаңаша бір әндерді үйретсеңізші. Ой, қандай ән айттыңдар жаңаша? Неше түрлі тұр ғой қазір, неше түрлі деп бүйтіп. Мен кетем, болмайды, ренжімеңізші. Мен кетем бас. Ренжімеңізші. Қалып кеттім. Мен одан да шарамды айтып жүре берем. Жарай ма? Қатысамын. Пәке! Қалыптан не? Барса бар. Сен негізі айтамайсың. Осы әннің бәрін бұзып тұрған сен. Әйтпесем екі қыздың дауысы қандай? Көмейлеріне бұлбұл ұялаған бұлардың. Кәдімгі керемет дуэт шығады бұлардан. Әлек бұлар елдің алдында алғысын алып, жұлдыз бұлар. Мен соған өзім үлесімді қосам. Сен ғой жаңа басын күймен бастап, әрмен қарай ән тап. Әйтпесем сендер бар ғой, сендер өсесіңдер. Сендерді жұрт әлі теледидардан көріп, автограф алып суретке түсетін болады. Иә, қайсыздар ғой? Құрметті көрермендер, ендеше сіздердің құрметтеріңізге әрмен қарай біздің қос қызымыз, қос дауыста керемет ән шырқайтын болады. Топтың аты Этностай. Қарсы алыңыздар, дуыл шыңғыр! Есіңде ме, әсем гүлі көктемнің, сылдырған таудың ерке бұлағы. Қызық дедің, өзің менен өткен күн, көз алдымдай сол қалпыңда тұр әлі. Жаным кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым, дірдізген шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Соқтанып тұр жанарың, жүзіме неге қарадың, солай да солай қарағым, отызда асып барамын. Қандай шапалақтар? Жұп болсын ба ғарин? Жұп болсын ба? Жұп болсын дейді! Жұп болсын. Зар! 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 Тасемен дәуіт ол тыңдап тұр. Алло, Тасеке. Иә? Тасеке қалқан бұл мен ғой, Айбар Асқару. Кім? Айбар Асқару. Айбар аға, ассаламағалейкум. Иә, айта беріңіз. Тасеке қалқан. Кеше түнде дүниеден әкем озды. Соны енді бишара көз тірісінде айтушы еді.
Егер олай болып кетсем, туған жердің топырағына жан басып тигізерсің деп. Сүйекті ертең арнайы рейспен алып ұшамыз. Айбар аға, айта беріңіз, көппен бірге бітетін шаруа ғой енді. Көппен бітетін шаруа ғой, енді жігіттер көп, бірақ осы шаруаның басқасында болуды өзіңе тапсырсам деп. Жарайды, Айбар аға, өзім басқарып жүремін, уайымдамаңыз. Өзің басқаршы айналайын, Иә. Сосын анау жаназа шығаратын молда ата. Жарай ма? Молда? Жаназа шығаратын молда ата. Иә, молда. Сосын әкемнің елге еткен еңбегін өзің жақсы білесің. Иә. Өңірі өрденен босамай кетті. Ой, жақсы кісі ғой. Соның бәрін айтып, атамау деп жылайтын анау үйдегі жалғыз жеңгеңнің қазақшасы шорқақ. Анау ұлдар мен қыздар болса да ағылшынша мен орысшаға әбден әуестеніп алды. Сол жоқтау жағында бір ұйымдастыру керек. Болды, уайымдамаңыз. Жоқтаушыны да табам, молданы да табам. Және ақын жігітте табам, ақын жігіт. Бәрін айтып отыратын ақын жігітте тауып берем. Жақсы, ой айналайын. Онда келсін, мен саған сене берем, Болды, уайымдамаңыз, Айбар аға. Асеке, еңбегің еленеді айналайын. Ой, Айбар аға енді. Көрерміз Айбар аға, бірінші аман сен жиынды өткізіп алайық. Амандықта жолы. Жақсы, Айбар аға. Аман болыңыздар. Абайлаңыздар. Жақсы жетіп алыңыздар, Айбар аға. Сау болыңыз, Айбар аға. Аман болыңыздар. Онда былай, құрметті әріптестер, біздің анау осы ауылдың тумасы кезінде үлкен қызметтер атқарған ардақты ағамыз өмірден өтті. Айбар деген ағамыздың әкесі. Өте іскер жігіт еді. Енді ол кісіні осы ауылға келіп жерлейін деп жатыр. Бізге тапсырма. Сендер жоқтау өтесіңдер. Жоқтау? Жоқтауды жақсылап айтқанда төленеді, уайымдамаңдар. Бәрі төленеді. Жоқтау айтасыңдар. Сіз Арнау айтасыз. Арнау. Сіз ақын жігіт Арнау айтасыз. Қай жерде жерлеп жатқанда айтам ба? Осы жаназаның алдында айтасыз. Арнау айтасыз. Енді бізде жоқтаушылар бар. Асты өзім басқарам. Арнау айтатын бар. Молда. Таныс бар ма молда? Молда кет. Нағашыға! Нағашыға! Нұрғын тап. Тасайға мен ба? Мен де командыңасы ән айтамын. Ән? Биле бізден билеп беремін. Ой, жоқ, біздің заказ басқа. Бейінді қарашы, бейінді қарашы. Биле. Әнмен көрдің бе? Осы ғана ма? Ән айтпайын ба? Жаназаға өтпей. Жоқ. Бізге молда керек, молда. Жаназаға молда керек болып жатыр. Машалла! Мен болдым ғой. Бірден. Мен түрмеде не ұстағым?
Türbede meclis ustagın? Iya. Beş ustam. Onda bir-iki ayetler okuşkan bakalım birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Allahu Ekber. Hey, al. Dem sal. Keregi жоқ. Бол. Dürüst oğlum. Жақсы. Саған енді бірақ сақал мұрт керек. Театрдан аламыз сақал мұрт. Бір шапан ал. Мен сұрақ десең береді. Иә, тез барып алып кет. Бол тез. Уақыт жоқ бізде тез жылдам. Қыздар жігіттер, бәрімізде дайын болуымыз керек. Бұл деген үлкен жауапты іс. Төленер. Иә, анау мынау емес. Бұл деген тұтас спектакль.
Неге бұлай бізді қақсап? Мен өлгенде жылама, төрдемші еді ғой жылама деп пе? Жылама деген. Күліп шығарып салыңдар деді ғой. Қалай білейін, қалай білейін, бұл жерде атамай. Өлейін десем де, күле алмай отырғанды қарашы. Сол енді. Атамай, атамай. Біз екеуміз қайда барамыз? Мына бигөкем-ау, мына орденнің бәрін тағысыз. Біз бұны қай жерімізге тағамыз? Солай десейші. Қарашы, парасат ол. Еңбек ері ордені. Нағыз еңбек. Қазақ еңбек ері дейді. Даңқ ордені. Настоящий мужчина деп. Настоящий ғой. Нағыз еңбек ері ғой. Бигөкем-ай! Aybaраға, біздің әлі ақыл жігіт бар. Ақыл жігіт. Ассалаумағалейкум, аға, ассалаумағалейкум, алаш жұртым бар мысы? Жер үйігін іздеген асан қайғы ұрпағы. Исатай мен Махамбет елін сүйген алыбен. Өттау шіркін осылай ерлеріміз өмірде. Алағайын тыңдандар жыр бастайын біраздан. Жақсы адамды жырлайын жырмен атын қозғады. Қалпы заман шағында еңбек етіп ел үшін ащы терін төгіп елдеп өмір өтіп атамыздың көкірегі толған нұрдың біліңдер, еңбегін ел бағалап берген ау деймін өкімет. Талай жыл колхоздарда басшы болды ағамыз, көңілі атамыздың толған еді рахмет. Осылай біраз жасқа келген атам ардақты, батасын біраз жұртқа берген атам салмақты. Ендеше осы менен қош болыңыз жан атам, жаныңыз жаннаттан бол, топырағы нұрға болсын. Шапала құрбаныңыз? Енді, ой, анау өнер мен жер қойнына кірер денелген абай атамыз текке жырламаса керек. Жарықтық өнердің құдіреті қой, елге шапала құрғы жіберді қой ағасы еді. Айып ете көрмеңіз енді. Жақсы. Қасеке. Иә? Өте жақсы. Иә. Жақсы өте организован. Мен саған ырза. Айттым ғой, еңбегің еленеді. Енді ол, ағас, қоя бермедіңіз. Жақсы. Барлығы жақсы. Ырза. Атамыз. Thank you.
Осы күнден бастап Қасыменнің бизнесі көрлей жөнелді. Автобусың молдасы, жоқтаушы, жыршысы, асай мүсейді дейін барлығы дабдай. Тірі адам тұрмақ. Өлі адамға бұдан артық қандай бақыт керек десеңші. Ассалаумағалейкум ағасы. Хош келіпсіздер. Алейкумассалам. Иә, не шаруамен жүрсіздер, айта беріңіздер. Асеке, Иә. болмашы біріңіз қана ана бұл көкелерін осылай жоқтатқанда аспан мен жердің ортасын тіреп тұрған біз неге әкемізді осылай азалатпаймыз, а? Енді, иә, бәрі де өз қолыңызда бар. Қай жеріміз кем? Үшіңіз кем емес сіздің ағасы. Давай, Асеке, былай жасайық. Қалай жасаймыз? Сіз айтыңыз, біз орындаймыз ағасы. Сенің анау жоқтау айтып жүрген әншілерің Иә. бұрын беттеріне 3 рет су бүріктіріп жүрсе, ертең 5 рет талықсып кетсін. 5 рет? Иә. Ой, ағасы енді ол болмайды. 3 реттің өзінде олардың енді жүректері нашар, ауырып қалады. Енді 5 ретіңіз енді шамалы қиындау болып қалады ау ағасы. Сол 3 реттің өзінде былайша жетеді ғой аға енді. 5 рет талықсыз оның бәрін. Еңбек ақыңыз. Иә. Ой, тамыр. Аяқ мұс. Тамырдан құлатма дос деген. Енді ағасы, былай, 3 реттің аржағында 2 реттің не артықшылығы бар деймін да. Оны да жасаймыз ғой. Жасаймыз. Біреу үскекке 6 рет талыстамыз ағасы. Уайымдамаңыз, өзім қасында тұрып талдырамын. Талдырам. Саған сендім. Болды ағасы, ешқандай уайымдамаңыз. Жақсы. Жақсы ағасы. Аман болыңыз ағасы. Аға! Көкем артық айлы болсын, аға! Көкең әлі өлген жоғы. Көкең тірі. Бәрібір келер. Келер. Әріптестер, болды. Шамал сабыр сатқан еркектен осында ешіп тұру керек. Ей, болды. Ау, кейінгі кезде сендер төс арендарын тартып қоймаса болмас дейді. Құтырып бара жатырсың. Төсімізде не бопты? Не бопты? Ей, көп нәрсені бүлдіріп жүргендерін білесіңдер ме? Не білді? Тәке, тұршы сен орнына. Тұр. Кешегі жиындарың, е? Демеген деген қариян, тебеген де көк тұрсын тегі. Әріптен қате кеттің білесің. Ойбай, оның азан шақырып қойған есімі шынымен тебеген екенін зорға дейін ұқтық қой. Паспортта басқа жаз жүрген дедіңіз бе? Анау қария сақалда өмірден өткен кезде айтып отырған анау. Тірі күнінде жарықтық, бастық болып жүргенде не ішіп, не жемекке көк тұрсын еді. Рас қой енді бастық болғанда не ішіп, не жемегенін көріп отырдық қой. Оның бәрін айтудың не керегі бар? Шындықты айтқан дұрыс қой, ақыры өліп бара жатыр не істейді? Шындық өлген адамға шындық не керегі бар еді? Тірі күнінде айтпайсың Аяқта жеңіл болады да оған. Одан қалса анау, кәдір ақсақал өмірден өткен кезде. Ой, жарықтық, жасы 65-ке келгенше үй аралап, апамды қуарады ғой деп жібермесін. Өтті ғой маған. Артымызға тығылатын еді апамыз. Көкеңнен құтқар деп. Апам
Ботадай боздап жылап отқан. Ана сөзі ескеннен кейін апамның түрін көрсең сен. Өт маған көкем дұрайын деп тұрмын. Бар, табыттан тұтылып. Болмайды, болмайды. Апам Езін айтпағасын. Кешіріңіз. Молда келді ғой. Не болды? Мына молда деген жиынға барған кесе өмірдің баянсыздығын байыптап, ел жұртпен санасы, әдемі сөздерін айтып отпаш па? Енді не айтып отыр? Не айтып отыр? Сен алдыңа ас келсе бәрін ұмытасың ғой сен. Алдына келген жамбасты жұтып жеп жалаңаштап. Анау алдына бас келсе кеңсіргенде дейін кемір тастайды. Не ішкейді? Үйде әйел жоқ, онысына тазалап жеп қойған сүндет. Сүндет емес, сүндет шығар. Сүндет. Өзі болған. Өзі білмейді. Кешегі анау, кешегі жиында. Алдына тоқпаншылық келді. Үлкен астаумен тоқпаншылықты тауысып жеп, бір кезде балта іздеп жүр ғой сыртта. Бұны не істейсің? Шақ майын жүр. Майын жүр. Бұтек, тұра меға. Кеттім. Бір емедің. Енді қайтылаушы болмай, басқа молда тау болу. Көбелесе бәй неше қолықта бер. Отыр бас. Басқа молда. Қыздар. Тұра байда? Сендерді ел жұрт жақсы, мақтап шығар. Әдемі. Бірақ енді ертеңгі жиында 6 рет талқысы көрек болып тұрды. 6 рет? Иә, 6 рет талқысы. Болды. Қасында өзім тұрам ғой, ойымда бар. Қыздар, сонасың, бірақ сендерде осы арасында тойға шығақ деп естім ғой мен, Қайдан білмей не оламын сендер? Күн көру керек, Күн көру керек, абайлай, смотри. Сендер тоймен жаназаны шатастырып алып жүрмендер ертең. Не, тойымыз бар еді, Жарайды, мен ол артық ақша тапсаңдар мен қарсы емеспін. Бірақ басты жұмыстарым мынау түсініп тұрсыңдар ма? Бұл деген анау мынау емес. Бұл деген бұл деген тұтас спектакль. Тұста түнімен тойда болып есірік меңдеген әлгі 2 қыз жаназаны тоймен шатастырып әбден масқара болды. Саламатсыздар ма? Тойларыңыз құтты болсын. Той құтты болсын. Мұңайма үрбейді, минуттар сырғиды, сағаттар жылжиды, жастық шағын сенсің, мұңайма Асалы жерде айқасу, салтымызға жат, тоқтат оншын имансыз. Тағы бір қаралы хабар келіп жатыр. Жаубас, о дүниеге аттанды. Ура! Барлығымыз қырылып қалмайды болуына иттігінің өшін
Ай мен өлсем де музыкалатып өлеңдетіп жүрген жатыр. Әне, періште сауымын дегенде тілі кәлимаға келмей жатыр. 60 жас деген аз да көп те жас емес. Ол кісінің аспандап сөйлейтін жөнінде бар. Астананы қақ төбесімен тіреп тұрған ол мықтының бірі інісі Дәубас. Жастайынан қалаға кетіп, қалаға сіңген бала еді. Бүгінде маңайын адам жолатпайды. Дөкей болған. Ешкімді сөйлеспей, ешкімді менсінбей деген. Үйінің сыртын айналдыра қорған салып тастады. Біреумен тілдесу үшін түйме басып қана тілдеседі. Камерада сөйлесіп. Ой, қаймағалы маған сүтке шомылады екеніміз. Қалайда қалай естітеміз, әңгімені ардан бастайық. Анау, адам атанында алған, сол Алла тағала деп айтайық. Ой, тоқтаңыз. Немене енді сол Жаубас ата мен адам атаға дейін қаралықта қанша ата бар? Соң барын түгелдеп отырамыз. Адам ата. Болды ғой есіптім. Оған дейін мына кісінің етіп сүйегі шіріп кетіп. Жаубастың өлімін қалай естіртеміз деп бұлар ырғасып отырғанда, оны немересі лезде шеше қойды. Қол телефонын алып, Аташқа умер завтра похорон деп жаза қойды. Әлі, Дәубастың өзі де келе Анау Астанадан 5 бөлмелі пәтер әпердің. Бір баламызға тендер дегенді ұстаттың. Ол енді өзіңнің арқанда министр болам деп жүр. Енді бір кіші қызымызға мәшин алып бердің Дәуіржан-ау. Ағаң оның қалдық қой, Еме олдай, көкірегінен итеретіндей. Сонда не? Солана қаншықпен қойындасқан үшін мен кінәлім бе? Шырағым, өзіңді Астананың бір мықтысы деп естейміз. Құтты болсын. Осыныңызды көңіл етсіңші. Кешір шырағым. Жаубас 50 жыл елді биледі, халқына қамқор еді. Ағасы, ешқандай уайымдамаңыз. Біз бәрін де дайындап қойдық. Мен осы асты өзім жүргізем. Молда бар, жоқтаушылар бар, барлығын дайындап қойдық. Ешқандай уайымдамаңыз. Келін қайта. Ол неге келмеді? Демалыста, шетелде. Шаршағам. Ойма! Мен бар ғой, қар жабылып, қара жабылып отыр. Ана келін демалыста қыдырып жүр шетелде. Ойма! Қойыңыздар бұл. Ағасы, енді жалпы біздің ауылда 3 мола бар. Бірден іске көшек деп жатқан ғой. Біреу орыстікі, қалған екеу қазақтікі. Енді мынау жердегі, жақын жердегі мазарда сіздің арқатаңыз, Саубас атаңыз бен Маубас атаңыз осы жерде жатыр. Осы жерге апарып жерлесек қалай болады екен деп жатырмыз. Екеуінің қайсысы дұрыстау? Сол жерден ағама топырақ берер. Жүріңіздер. Көріп келейік. Жүріңіздер. Жігіттер, жүріңіздер. Мазараттар көп қайтаршы. Осы шетінде. Орыс мазарат көп жек. Орыс.
Ha, орыс. Ал оны. Жақсы жер, ол жерде де жақсы жер бар. Иә, бәрі тәуір жерлер. Көріңіз тағыз. Анау үй үргесіндегі ұнамайды. Өңші, кедей, кепшіл жатаған екен. Иә. Кісі жерленбегенде де біраз болған. Қорай өсіп шөпшенге басыпты. Тікен келеді ол жерге, болмайды. Ол жер ағама қол болмайды. Қол болмайды. Біраз болды адам өлмеген. Ал анау алыстағы орынға. Иә. Алты күлі күлегілген. Енді бұл жер жәннат моласы деп атап жатырмыз қазір. Иә. Тіпті кей жерлерінде тас жол төселген. Иә. Және шет жағындағы анау зәулім мазардың жанында бір кісілік орын тұр. Сол жерден қазыңдар. Бастаңдар. Қоя тұршы, жіберші деді. Қоя тұршы, келеші. Дәужан, мен осы шаңыраққа келін болып түскенде, ана бар ғой, шөпайым шолтаңдап жүрген бала едім. Жаңа ғой, жағым дұрыс қалдырдым. Ендіге ойбай. Былтырғы ағаңның авариядан қаза болған көңілдес қатынның қасына қастырасың. Ойбай! Жабай қастырым! Ойбай! Берекемізді қашырған! Енді кеп қойында жатып дейсің бе, ойбай! Сабыр! Айтып алайыншы, мен ішімдегін айтып алайыншы. Жіберіңдерші! Жоқ! Жіберші! Ояндаршы! Енді тыңдар. Ол қатын жастайынан жеткен. Жетектесіп, шетел асты үндемек. Бала таптырды. Тілімді тістеп бақтым. Өліп анау мазарына зәулім сарай салдырды. Ойбай, ішім ашып барады. Ойбай, мені ішім ашып барады. Айтсын, шығарып ал ішімдегіні. Мен өлгенде қайда қаласың? Қайда жерлейсің? Енді бар ғой, сол қаздырған көріңде өзім барып жата қалайын. Өл де қал. Мә! Сендердің араларында өмір сүруге болғанымен өлуге болмайды екен. Тоқташы. Менде бір ой болып тұрарыз. Енді қарап тұрсақ, мынау екі мазарда толып қалған. Неге біз таза ауада жататын қырдың төбесіндегі таза жерді көріп тұрсыз барыз? Шоқ ма? Сол жерде неге біз жаңа мазар ашпаймыз, Жаубас атамызды сол жерге жерлейміз, жан-жағына гүлдер егеміз, тал егеміз, кесене салдырамыз. Соң жылдай еді оқушыларды апарып айтып отпаймыз. Бұл деген сендердің елге ерен еңбек жасаған Жаубас аталардың мазары деп айтып тұрамыз оқушылар. Дұрыс. Иә? Өте дұрыс. Бұл деген анау емес. Жігіттер, ардақтағалар, бұл деген тұтас спектакль. Иә? Осы кезде Асеменнің театрда директор болған кезде есіне түсті.
Бүгінгі жиналысымызды бастаймыз. Бастайсыз ба? Мынау Гогольдің үйленуін бізге срочно шұғыл түрде шығарыңдар деді. Иә, және шығарыңдар да ішінде анау Агафья Тихоновнаның ойнаған актрисаға құрмет орденін ұсыныңдар деді. Министрліктен осындай тапсырма келіпті. Енді анау Николай Васильевич некесін қия алмаған бейбақтар бар ғой. Бағына ашамы демеді дәл қазір барлық қазақ театрлары жан таласып жатыр. Ал, оған сендер не дейсіңдер? Гениально! 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 Директор жолдас, гениально! Бізге Николай Васильевич Гоголь керек. Расында да. Біздің театрға классика керек қой. Мынау классика деген актерді несі? Иә? Сондықтан қайдан табасыз мен білмеймін. Ақша керек. Көптеп керек ақша. Режиссер мырза, неменеңе мәз боласың, а? Неменеңе мәз боласың? Өзің айтып отырсың ақша керек деп. Ал мен ол ақшаны қайдан табамын? Онда үлкен соманы мен қайдан табамын? Оны ойнайтын сіздің жалпы артистеріңіз дайын ба? Неге? Біздің театрда қаптап жүр емес пе? Агафья Тихоновна под колесіндер толып жүр ғой. Ручкам беріңіз. Рахмет. Білесіз бе? Менің үшеу бар ғой. Директор жолдас. Я не знаю, ештеңе білмеймін. Маған ақша тауып беріңіз, мен қояйын Гогольдің үйленуін. Оның үстіне айналайын-ау, мемлекеттік награда бергелі тұр ғой. Иә, басты рөлді сомдаған актерға орден бергелі отыр ғой. Пресс! Осылай. Лоқтарын түре басылашы, дайын. Режиссер мырза, Айтыңыз, да. жалпы бұл жерде мәселе мынау. Так. Агафья Тихоновна жалғыз. Так. Бір деп қойайын. Демек оны ойнайтын актриса да жалғыз. Так. Екі деп қойайын. Иә. Ал орден біреу. Так. Үш деп қойайын. Так. Ал енді біз
түсініп тұрған жоқ мен енді. Біз қалай жасаймыз, а? Қалай жасаймыз? Мәселе сонда болып тұр. Бұны енді біздің актрисалардың біреуі ойнар. Орденді кеудесіне тағар. Ал енді үлкен апаларымыз ше? Олар бұны кешіре алады. Вот мәселе осында отыр. Бұлар орденді бөлісе алмайды. Да. Әдеміңіз. Неге бөліспейді, бөліседі ғой. Қалай бөліседі, қалай бөліседі? Бұлар байдың ортақтасып бөлісуі мүмкін, ал орденде еш уақытта да бөлісе алмайды. О! Не деген гениальный адамсыз сіз? Барды бөліседі, бірақ орденді бөлісе алмайды. Негіз сіз генийсіз ғой, жолдас директор. Рахмет сізге. Енді оны меніңше сіз сияқты халқат ойнау керек па деп қоямын да. Режиссер мырза. Иә? Енді менің бір ұсынысым бар. Енді Агафья Тихоновнаны өзіміздің әртістеріміздің ішіндегі Так. сұлу, көрікті, Так. енді сондай әдемі қыз туғанға берсек қалай болар екен, а? Қыз туған дейсіз бе? Енді әрине болады ғой, неге бұл? Деп те айтуға болады. Бірақ қыз туған қандай болған болады? Болмайды, жолдас директор. Қыз туған қартайған, сыры кеткен. Жоқ, басқа да жас актрисаларымыз бар ғой, соларға берейін. Осы қыз туғанда әрбір жерде тұға бергеніңізді қойыңызшы. Сонда қыз туған ше? Ладно, тауып берем оғанда бір рөл. Айтпақшы, үйленуде Фекла Иванова деген рөл бар. Ой, керемет рөл ол. Жеңгетайдың рөлі ғой, басты рөл. Басын аяқ жүреді сонда. Солай ма? Иә, бұл сол Фекла Ивановнаны сол кісіге береміз. Уайымдамаңыз. Рахмет, режиссер мырза. Рахмет. Гоголь сөзсіз құлайды. Бұндай әлемдік классиканы алып шығу үшін қандай күш, қандай еңбек керек. Ал оның орнына театрдың директоры мен бас режиссері өзара сүзіседі кеп сүзіседі. Онысымен қоймай, айналасына айғыр топ жинап. Ал олары бірін-бірі атарға оғы жап, ілінісіп әрең жүр.
өңірлеріне орден қадаудың орнына ошаған қадаған кезде директор мен режиссерді театрдан қатар қойып туамыз. Енді бұлардың үстерінен біз арыз жазамыз. Мені көше кезіп жүретін Агафья Тихоновнаның рөліне бекітті. Оңбағанда білмейді ғой олар менің кімді ойнағанымды. Мен білем, бұның бәрін білдіріп жүрген әлгі режиссер оңбаған. Аспанға бассын, мұрнын шүйіру жаман еп, шеп көріп мен оның. Апатай, сабыр етіңізші, Апатай. Ешқандай сабыр жоқ. Тез сабырым таусылды. Оңбаған. Қара бұны, я? Оңбағандары. Апатай. Апатай, сіз дұрыс айтасыз. Театрда үлкенді сыйлау мүлдем жоқ. Еңбек бағаланбайды. Апатай, күні кеше ғана келген шекебас қыздар үшін олар орден алады деп біз не киіп түсуіміз керек пе, а? Олай болмайды ғой, алдымызда сіздер барсыздар. Біз сіздерге беруіміз керек. Мен ол шекебастардың екі аяғын бір етке тығам. Мен комитетке барам, үстерінен арыз түсірем. Сен уайымдама. Мен олардың көздеріне көк шыбын көмектен жандарын шығарам. Жүр. Сабырды сосын айтасың. Мен ойнаймын. Отырма орнына. Өзімен кетсін. Гоголь деген көзі ондай адам бар ғой. Бірақ үйлене туралы пьесасын естімеген екен. Режиссердің айтуынша Агафья деген менімен түйедей құрдас екен. Қойшы, сол роль маған бұйыратын шығар. Екеуміздің біреуімізді жұлдызымыз жанайын деп. Тілекші болайық. Осы айтқан аузыңнан айналайын. Әлгі қыз туғандай өзінше басты рөлге дайындалып жүрген. Әттен барыш басты рөлдердің бәрін ойнап дәнігіп қалған. Өш! Тіпті алам орден мені кізіп, жеңі шола көйлегін мына жерін тесіп, орденге дайындап қойған. Хан шық! Так, Зина қайда актерлар жинасын? Түгел актерлер сахнаға! На сцену!
Tındağınızlar. Gogol'dan үйленуін koyamız. Demek mahabat sahnasını жасаймыз қазір. Etüt. Так, кім қайда? Маша қайда? Маша, шық сахна. Bak şöyle yapayım sahna. Etüt жасаңыз. Ешқандай сөздің керегі жоқ. Etüt жасаңыздар маға. Көрейін. Açın. Неге шапалақ қағылсың ішінде, жақсы ба? Сен мен маньяк сияқты артынан қуалап жүрсің оны, а? Немене зорлайын деп жүрсің сен оны, а? 5 сағат бойынша жұмыс жасамайсыңдар ма? Сендер оқымағансыңдар ғой үйленуді, да? Так, кім қайда ана? Мен ба? Ай, сен емес. Жоқ, отыршы, немене? Даша қайда, Даша? Дәметкен қайда, Дәметкен. Давай, пожалуйста, көр. Sen neге маған бір жаман жеңіл жүріске түсіп кеткен ешкіні ойнап жүрсің, а? Пошла вон отсюда, пошла! Галя қайда, Галя! Галя, өзіңді неге көрсет? Айналайындар-ау! Орден тұр ғой, орден! Орденді аласың, Галя. Так, начали! Саған не болды? Саған не болды? Ауырып тұрсың? Басым айналып тұр. Сен білесің бе, кімге ұқсап тұрсың? Анау қойлардың арасында миына құрт түскен верташки деген қойлар. Неге сен айнала білесің тұрғанда? Пиздатшына, пошла вон! Мен ойнамаймын бұл рөлді. Ойнамасаң ойынба! Орденнен садаға кетті, Гогольден садаға кетті. Біз тәрбиелердің күйіз. Сендермен жұмыс істеп жүрген мен ақпақпын, е? Пошел вон, маньяк! Бұдан кейін бар ғой, мына отырған бәріңді бар ғой, мына менің желкемді шұқыры болсын. Жеңіл көзімі көрмеңде. Мүмкін бестар шиналар. Режиссер мырза! Тоқтаңыз. Сабыр сақтаңыз. Енді біз афишаның барлығын жасатып дайындап қойдыңыз. Құтқарыңыз бізден. Қалай құтқарам? Қалай? Айтыңызшы, қалай? Мүмкін бестардың актерларды алмағансыз ғой. Мынаусыны алғансыз ғой, білin. Сабыр болды. Онда ештеңені алғам жоқ. Жайғасыз. Халық әртіс актерінің қасына жайғасыз. Енді ол кісінің қасына жайғасуға болады. Единственный осы театрдың примасы. Одаренный адам. Рахмет. Өте
Öte ülkön talan. Os kişiye bulacağım ben os yakında. Bilebilseniz. Ne oldu? Her daim Moskis'in karşısında otururuz. Ya, kızlar çekti. Biz bunu var men жоқтың arasında erinip тұрмыз қазір. Түсінесің бе? Осы отырғанда біреуің де басқа өңірде қошар емессің. Иә, адам деген шамал жауапкершілік болу керек емес. Сендер бар. Өмірдің арашығын ажырату деген сендерде мүлдем жоқ. Ағай, оны экспромт деп атайды. Экспромт? Экспромт. Ondan al. Bayların arka sılkıya koyma gözlerini saladan. Yani kızlardın köyümen ұрысып қалып басқа өмірге қылған сахнаға шығарды. Сахна деген киелі. Өшіп, өнердің киесі ұрғы болады. Тоқтатыңдар! Өңшің антырғандар! Тұрып кетпеңдер! Қазір беттеріңді айымандай қылам! Жаукен ай? Мына хатты кім жазды? Қайсыңе? Кім жазды? Қайсың жазған шығалға? Қандай қат қол қойып па? Тыңдаңыз. Иә. Театр ұжымы. Іштен білініп, алауызды өршіп тұр. Оның басты себебі театр директоры артистерді алалайды. Мысалы, өмір бойы басты рөлді тек қыз туған орындап келеді. Оның ел арасында күнде қыз деген лақап аты бар. 5 байға сынап тұрып тиген. Қызғанып еш қайсымыздың директордың қасына жолатпайды, ал директордың кабинетінде рөл бөлінетін диван тұр. Сол диванның орта тұсы ішіне ойылып түсіп кеткен. Сол ойық қыз туғанның құйрығының өлшемімен дәлме-дәл келеді. Genialma! Dayma! Hay, bunu değil lan, çıkarma bu ya! Oy oy, bu da senin yapsana! Kaçsın ya! Dramatik olmuyorsun! Dramatik olur! Onu aktırayım mı tarafından? Danbasanızda komissiya шығарып қаралап болады. Aktırmaydık, aktırayım mı? Kelime çıkarma! Spektakl mı olur? Бұл трагедия десе де болады. Ya, kulmeydin komedi deseniz ya. Jarasıp bitti. Ya diye mi jarasıp bitti?